Бүгін сіздерге айына асқазанымызды 1 рет болсын еркелетіп жеп тұратын тағам түрін көрсететін боламын. Ресми асым тағамын жасайтын боламыз. Бұл тағам өте майлы, сондықтан да айына 1-ақ рет жеуге кеңес беремін, бірақ дәмі өте дәмді. Алдымен етімізді маринадтаймыз. Етімізді осылайынан жұқа етіп турап алып, үстіне тұз, бұрыш, паприка, лотос тұзын, су, сояны құйып, жақсылап араластырып маринадтап 2 сағатқа қоямыз. Енді фриін дайындаймыз. Картошканы осылайынан кесіп, жақсылап салқын суға 3-4 рет жуып, құрғатып алатын боламыз. Одан кейін қызып тұрған майда қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Дайын болған еттерімізді табаға көп май құйып, осылайынан қуыратын боламыз. Етіміз қуырылып жатқан кезде өзінің суы шығып, тартылғанша боқтыратын боламыз. Суы тартылған еттің үстіне жуамызды саламыз, 3-4 минут қуырып, артынша тәтті бұрыштарымызды салып, 5 минут қуыратын боламыз. Артынша томат тұзын салып, жақсылап тағы да 2-3 минут қуырып, дайын болған фриларымыздың үстіне тұзын сеуіп, қуырылып болған тамағымыздың үстіне фриларымызды салып, барлығы біркелкі болғанша жақсылап араластырып алыңыздар. Осымен біздің тамағымыз дайын болды. Жасап көріңіздер. Бізге қатты ұнады, сіздерге де қатты ұнайды деген үміттемін.